Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Трансляциямызды бастаймыз. Барлықтарыңыз камераларыңызды қосып қойсаңыздар. Жаңа ғасыр номер 145 гимназияның 2025 жылы педагог зерттеуші санатына тапсыратын және де растайтын педагогтердің педагогикалық тәжірибесін тарату бойынша семинарымызды бастаймыз. Семинарымыздың тақырыбы авторлық бағдарламалардың педагогикалық құндылығы мен оқыту процесіндегі рөлі. Жалпылама біздің авторлық бағдарламаға байланысты мақсатымыз авторлық бағдарламаны тарату арқылы білім беру жүйесінің сапасын арттыру, мұғалімдер мен оқушыларға жаңа әдіс тәсілдер мен ресурстарды ұсыну, заманауи білім беру технологиялары мен инновациялық әдістерді кеңінен тарату, олардың қолдану аясын кеңейту. Авторлық бағдарламаларды пайдалану арқылы оқу жоспары мен пәндер мен курстардың мазмұнын жаңарту. Педагог зерттеуші үшін білім басқармасының әдістемелік орталығының жанындағы әдістемелік кеңес авторлық бағдарламаны, оқу әдістемелік кеңес авторлық бағдарламаны әдістемелік материалдарды оқу әдістемелік кеңес туралы ережеге сәйкес қабылдайды. Оқу әдістемелік кеңестің педагогтың авторлық бағдарламасын әдістемелік материалдарын қарап, инновациялық педагогикалық тәжірибені мақұлдау және тарату бойынша ұсыныстар беру туралы шешім қабылдайды. Оқу әдістемелік кеңестің шешімі хаттамамен рәсімделеді және аудандар, қалалар білім бөлімдеріне педагогтерге жіберіледі. Жалпылама педагог зерттеуші үшін оқу әдістемелік кеңестің оң шешім қабылдаған жағдайда оқу әдістемелік орталық педагогтың тәжірибесін тарату үшін кемінде 3 аудан немесе қала анықтайды. Әдістемелік орталық педагогикалық тәжірибені тарату туралы бұйрық шығарады. Педагог аудандық қалалық әдістемелік кабинет әдіскерімен келісе отырып, тәжірибені тарату нысанын анықтайды. Вебинар, шеберлік сабағы, семинар, конференция, шығармашылық, шеберхана сияқты тәжірибені тарату бағдарламасы жасалып, педагог жұмыс істейтін білім беру ұйымының басшысының мөрімен бекітіледі. Енді жалпылама авторлық бағдарламаға байланысты біздің мектеп бойынша қорғайтын жалпы авторлық бағдарламаның семинарының жүргізілу тәртібі бойынша қазір екінші болып бізде тарих пәнінің мұғалімі Телепердиева Меруерт Қонақбаевна сөйлейді. Тақырыбы тарихи дереккөздерді зерттеу, шежіре және архив материалдары. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Есімім Телепердиева Меруерт Қонақбаевна. Менің сіздерге ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы тарихи дереккөздерді зерттеу, шежіре және архив материалдары. 34 сағат аптасына бір рет 10 сынып оқушыларына арналған. Тарихты терең тану ұлттық сананы қалыптастырудың басты шарты болып табылады деп еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтып кетті. Енді бұл бағдарламаның негізгі өзектілігі қазіргі таңда ұлттық тарихты терең әрі шынайы түсіну мәселесі ерекше маңызға ие. Шежіре мен архив материалдары халықтың тарихи жадын сақтаушы негізгі дереккөздер. Оларды оқыту арқылы оқушылар тек дайын ақпаратты меңгермейді, тарихи деректерді өз бетінше зерттеуге үйренеді. Бұл бағдарлама тарихи сананы қалыптастырумен қатар ұлттық құндылықтарға құрмет тәрбиелейді. Осы бағдарламаны әзірлеудің қажеттілігі мектеп бағдарламасында тарихи дереккөздермен практикалық жұмыс жеткіліксіздеу, сондықтан оқушылар көбіне теориялық ақпаратпен шектеліп, архив және шежіре материалдарын зерттеу дағдысын толық меңгере алмайды. Осы авторлық бағдарлама осы олқылықтарды орнын толтыруға бағытталған. Бағдарлама оқушыны зерттеуші тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды тарихи дереккөздерді ғылыми тұрғыда зерттеуге үйрету, шежіре мен архив материалдарын талдау арқылы олардың тарихи танымын кеңейту көзделеді. Сонымен қатар зерттеушілік, аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамыту басты назарда болады. Ұлттық мәдени және рухани мұраны түсінуге баулу бағдарламаның маңызды бағыты. Енді осы бағдарламаның міндеттері бұл теориялық білім беру бірінші, екінші зерттеушілік қабілеттерін дамыту, үшінші ұлттық мұра мен құндылықтарды түсіндіру,
осының бәрін зерттей отырып практикалық жұмысқа баулу, цифрлық технологияларды қолдану, тарихи дереккөздерге сыни көзқарас қалыптастыру, тұлғалық және азаматтық қасиеттерге тәрбиелеу және коммуникативтік дағдыларды жетілдіру. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі бұл кешенді әдіс, яғни архивтік және шежірелік зерттеулерді бір арнаға тоғыстыру, цифрлық технологиялар, архивтік деректерді цифрлық құралдар арқылы өңдеу және визуализациялау, зерттеу дағдыларын дамыту, оқушыларға тарихи зерттеу жүргізуге мүмкіндік беру және аймақтық ерекшеліктерді ескеру, яғни белгілі бір өңірдің архив материалдарын талдау мүмкіндігіне ие болады оқушы. Енді әр жұмыстың практикалық жаңағы маңыздылығы болу керек деп ойлаймын. Практикалық маңыздылығы бұл зерттеу дағдыларын қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды сақтауға үйрету, ғылыми жобаларға қатыстыру оқушыларды, жаңа зерттелген жұмыстары бойынша цифрлық сауаттылыққа үйрету, құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Яғни тарихи құжаттар, деректер тарих сабағында өте маңызды. Ішкі бірлікті бағалау және жұмыстың әдіснамалық негізін сипаттау, яғни бұл бірізділікпен ұйымдастырылған. Негізгі бағдарламаның мазмұны бұл сабақтастық қағидасына негізделген. Яғни кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде оқушылар шежіре мен архивтік зерттеулердің маңызын түсінеді. Негізгі бөлімде олар деректермен жұмыс істейді, тарихи құжаттарды талдау дағдыларын қалыптастырады. Қорытынды бөлімде зерттеу нәтижелерін жүйелеп, оларды ғылыми негізде қорғауға үйренеді. Бағдарламаның барлық бөлімдері біртұтас жүйе ретінде жұмыс істейді. Әр тақырып алдыңғы материалмен тығыз байланысты. Теориялық материалдар практикалық жұмыстар арқылы бекітіледі. Архивтік және шежірелік зерттеулер тарихи талдау дағдыларын дамытуға бағытталған және оқушылардың дереккөздермен жұмыс істеу қабілеттері біртіндеп жетілдіріледі. Жұмыстың аралық және қорытынды нәтижелерін ұсынудың нысандары мен тәсілдері бар. Бұл жерде жаңағы жеке топтық зерттеу жұмыстары, ғылыми жобалар, презентациялар, шежірелік кестелер, практикалық тапсырмалар, интерактивті талқылаулар, пікірталастар ұйымдастыру, эссе жазу, баяндама жазу, архивтік құжаттармен жұмыс істеу және қорытынды рефлексиялар, яғни оқушылар өздерінің алған білімдер туралы жазбаша немесе ауызша пікірлерін білдіретін жаңағы жұмыстар жасайды. Ұсыну тәсілдері бұл ғылыми практикалық конференциялар, яғни оқушылар өздерінің зерттеген жұмыстарының нәтижелерін мектепішілік немесе аймақтық деңгейдегі конференцияларда қорғай алады. Топтық жобаларға қатыса алады. Архив материалдары мен шежірелік деректерді зерттеу нәтижелері негізінде бірлескен жұмыстар жасайды. Және электрондық жарияламдар, яғни цифрланған архив құжаттары мен зерттеу жұмыстарының нәтижелерін онлайн платформаларға орналастыра болады. Енді сабақ формалары әртүрлі. Бұл жерде дәріс сабақтары бар, семинар сабақтарға ұласады, дәріс сабақтары практикалық сабақтармен астасып жатады, зертханалық сабақтар, жобалық жұмыс сабақтары, экскурсиялар ұйымдастырылады, яғни архивтерге, мұражайларға, тарихи ескерткіштерге саяхат жасайды, және рольдік ойындар мен дебаттар ұйымдастыруға болады, яғни жаңағы өзі зерттеген тарихи оқиғаны сахналауға қатыса алады. Енді әдіс тәсілдер бұл талдау және синтез, жобалау әдіс, топтық жұмыс, цифрлық технологиялар қолдану, рольдік әдістер, жаңа айтылған мәселелердің барлығы. Нормативті бөлімінде тақырыпты жоспар 34 сағатқа негізделген, аптасына бір рет болады. Бағалау түрлері бар, яғни қалыптастырушы бағалау, диагностикалық, қорытынды бағалау, тесттік бағалау. Оқушы өзін өзі бағалай алады, өзара бағалау. Практикалық жұмыс тақырыптары бар, яғни шежірелік зерттеулер, архивтік құжаттармен жұмыс, тарихи карталармен жұмыс істейді, оқиғаларды визуализациялауға қатысады, құжаттарды қайта өңдеу, жобалық жұмыстар. Және бұл жерде сол жоспарға сәйкес қымыжылар жүктелген QR код бойынша, сол жерде 34 сағатқа арналған қысқа мерзімді жоспарлар бар.
Қорытындылай келе, бұл авторлық бағдарлама оқушылардың тарихи танымын тереңдетуге бағытталған, ол зерттеушілік қабілетті дамытады және ұлттық құндылықтарды дәріптейді. Бағдарлама білім беру жүйесінде қолдануға дайын. Назарларыңызға рахмет, сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Меруерт Саңсаевна, рахмет. Келесі бөлім бізде Колосова Динара Саңсаевна сөйлейді. Тақырыбы секреты текста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вам предоставить свою авторскую программу на тему «Секреты текста для учащихся 9 классов». Данная авторская программа составлена с учетом преемственности типовой программы. Так, я учитель русского языка и литературы. Так, определенно есть цель этого курса, значит, сообщить информацию, убедить читателя, описать или событие или явление, передать чувство, настроение, побудить к действию. Актуальность этой темы, умение писать тексты нужно в школе и жизни нет. Так, и дальше здесь у нас помогает выражать свои мысли, нужно для общения, учебы, важно для соцсетей, блогов и работы. Этот курс практическое руководство для девятиклассников, понимать, создавать, анализировать тексты разных типов. Мы пройдем от базовых понятий до приемов выразительности, разберем структуру, логические связки, стили речи, научимся писать связанные сочинения. Каждый слайд содержит конкретные приемы, примеры, задания для закрепления навыков. Здесь что такое вообще текст и почему он важен? Текст связан последовательность предложения, несущее сообщение, его главные функции – формативная, информативная, коммуникативная, эстетическая. Текст организует мысли, формирует аргументы и влияет на читателя. От делового письма до художественного рассказа. Коммуникация, значит, здесь передает намерение, способствует обмену информацией между людьми. Познание помогает систематизировать знания и передавать факты точно и последовательно. Влияние. Умело составленный текст убеждает, вдохновляет или вызывает эмоции. Структура текста, значит, когда работаем с текстом от абзаца до целого произведения. Любой текст состоит из фрагментов. Это предложение, абзац, раздел, целое произведение. Важны типы связи. Логические, причинно-следственные условия, тематические, повтор ключевых слов, стилистические переходы, логика, изложение, последовательность мыслей, введение, основная часть и заключение. Введение задает тему, формулирует проблему и вопросы. Основная часть – это аргументы, факты, примеры, анализ, ядра текста. В заключении подводит итог, фиксирует выводы, мысль автора. Значит, следующее у нас стили речи. Как выбрать подходящий стиль? Стиль определяется целью аудитории. Научный стиль точен, содержит термины и логическую аргументацию, публицистически эмоционален, ориентирован на массовую аудиторию, художественный, использует образность и ритм, разговорный, прост и непринужден, официально деловой, строг и стандартен. Правильный выбор стиля усиливает эффект текста и делает коммуникацию эффективной. Дальше в тексте используем выразительные средства. Секреты образности. Образность делает текст запоминающийся. Метафоры можно использовать, связывает несоединимое. Эпитеты придает эмоциональную окраску. Гипербола, литоты. Умелое использование этих приемов оживляет повествование и усиливает эмоции читателя. Поэтому здесь в тексте мы должны использовать эти выразительные средства. Дальше типы речи. Это повествование, как мы знаем, описание рассуждения. Повествование рассказывает события во времени. Последовательность действия. Описание фиксирует предметы и состояние деталей наблюдения. Рассуждение объясняет, доказывает, анализирует тезисы, аргументы, выводы. В реальных текстах типы часто смешиваются. Рассказ может содержать лирические описания и авторские рассуждения. Важно сохранить целостность, логику. Это повествование, хронология действий, герои, развитие сюжета. Внешность, описание, у нас детали, атмосфера. Текст должен показать предмет. Рассуждение, аргументы, логика, переход от тезиса к выводу. Дальше у нас анализ. Обязательно делается
Да, текст, идеи до детали. Анализ начинается с определением темы и главной мысли. Затем ищем авторскую позицию, что автор хочет донести, как он это делает. Обратите внимание на структуру, логические связи, ключевые слова, выразительные средства, важный этап, соотнести форму и содержание. Почему выбран этот стиль? Какие эмоции воздействуют на читателя, как доказательства поддерживают идеи. Значит, здесь еще мы пишем сочинение, это у нас письменная работа, шаг за шагом. Это первый шаг, второй и третий. Дальше у нас пунктуационные ошибки. Как избежать этих пунктуационных ошибок? Типичные ошибки пунктуационные, грамматические, лексические, логические недочеты, решения. Учитесь правилам пунктуации, делайте план, перечитывайте вслух, спросите у сверстников или у учителя, проверить текст, используя синонимы для разнообразия. Значит, в заключение я хотела бы сказать, закрепляем знания, делимся опытом, да? Задаем вопросы о сложных местах, как строить абзац, как подобрать примеры, какие выразительные средства подойдут под тему. Делимся удачными фразами и вступлениями. Общение ускоряет обучение. Это лучший способ закрепить навыки. Я на этом завершаю свой авторскую программу, полностью расписанном. Так, спасибо за внимание, до свидания. Рахмет, Динара Тоқтарбаевна. Келесі болып, Тоқымбаева Сәуле Тұрсыновна сөйлейді. Бастауыш сынып мұғалімі, логикалық ойлауды дамытатын қызықты математика. Динара Тоқтарбаевна, нені алып қойсаңыз? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің тақырыбым логикалық ойлауды дамытатын қызықты математика, екінші, үшінші сынып оқушылар үшін. Мен жаңағы ғасыр гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Тоқымбаева Сәуле Тұрсынқызы. Менің бағдарламамның мақсаты оқушылардың зияткерлік әлеуметін ашу және стандарт керемет есептер шығару арқылы креативті ойлауды қалыптастыру, баланың интеллектуалды іргетасын қалыптастыру. Міндеттері логикалық аналдар, талдау, жинақтау, салыстыру, меңгерту, математикаға деген қызығушылықты ояту, дербес шешім қабылдауға баулу. Бағдарламаның жаңашылдығы интеграция математиканың ертегілермен, ойын элементтермен және IT технологиялармен ұштастыру. Авторлық тәсілі құрғақ формулаларды бас тартып, бейнелі логика арқылы күрделі ұғымдарды түсіндіреді. Күрес элементтері баланың шешімі жоқ сияқты көрінетін есептерден шығу жолын іздеуге баулу. Беретін нәтижелер: танымдық, оқушы талдау, жинақтау, классификациялық амалдардың еркін меңгереді. Академиялық математика пәнінен үлгерім жақсарып, олимпиадаларға қызығушылық оянады. Тұлғалық, өз ойын дәлелдеуге, логикалық тұрғыдан сауатты сөйлеуге дағдыланады. Бағдарламаның өзектілігі: бастауыш сынып логикалық ойлаудың негізгі қаланатын ең сенімді кезең. Қазіргі оқушыға тек есептеу емес, ақпаратты талдау және жүзеге дағдысы, критикалық тhinking қажет. Оқулықтағы стандартты есептер мен өмірде күрделі жағдаяттар арасындағы алшылықты жою. Бағдарламаның ерекшелігі: психологиялық жайлылық, математика қиын пән емес, қызықты ми жаттығу ретінде ұсынылады. Көрнекілік әр сабақта тандырам, судоку, ребустар мен интерактивті тапсырмаларды қолдануы. Дифференциалды оқыту: әр баланың қарқынына қарай жеке даму траекториясын құру. Келесі бұл оқытудың инновациялық әдістері. Бағдарламада қолданылатын тәсілдер: эвристикалық әдіс, өздігінен жаңалық ашу принципі, ойын технологиясы, геймификация арқылы күрделі есептерді жеңілдету, бірлесіп логикалық шешім іздеу, кейс стади тұрмыстық жағдаяттардың математика. Бағдарламаның құрылымы модульдер. Бағдарлама 4 негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші сандар әлемі, цифрлы шаршылар, ребустар. Екінші кеңістік пен пішін, геометриялық головоломкалар, пенграмм. Үшінші алгоритмдік логика, тізбектер, комбинаторика. Төртінші графтар мен стратегиялар, жеңімпаз стратегиясын құру. Бұл сараптамалық кеңестің шешімі бойынша бұл авторлық бағдарлама логикалық ойлауды дамыту қызықты математика тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы оқу үдерісіне енгізу үшін мақұлданды.
қорыта отырып, бұл логикалық ақыл ойдың гимнастикасы бастауыш сынып сол осы жаттығудан бастайтын маңызды мектеп. Болашақ данышпандарды бірге тәрбиелейді. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет, Баяна. Енді келесі кезекте бастауыш сынып мұғалімі Сарыбаева Баян Абжановна қазақ тіліндегі неологизмдер жалпы білім беретін мекеменің 3-ші сынып оқушылары үшін. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Бастауыш сынып мұғалімі Сарыбаева Баян Абжанқызы. Бүгінгі баяндаманың тақырыбы қазақ тіліндегі неологизмдер атты 3-ші сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы. Қазіргі таңда бізде бүгінде біз маңызды мәселеге тап болып отырмыз. Біздің балаларымыз күнделікті смартфонды қолданады, әлеуметтік желіде уақыт өткізеді, блогерлерді қарайды және стрим, лайк, QR-код, подкаст сияқты сөздерді еркін қолданады. Бірақ бір сұрақ туындайды. Олар бұл сөздердің мағынасын толық түсіне ме? Олар бұл сөздерді әдеби тіл нормаларына сәйкес қолдана ала ма? Олар қазақша баламаларын біле ме деген сұрақ туындайды. Алайда біз өзімізге сұрақ қояйық. Осылардың қалай шешімін тапсақ болады? Әрине. Не болды? Енді осындай көп жағдайда сұрақтың жауабы жоқ болып келеді. Осындай кезде бізде жаңағы оқушыларда жаңа сөздер қолданады, бірақ олар қандай мақсатта қолданып жатыр, соның шешімін таба алмайды. Сол үшін сөз мәдениеті төмендейді балаларда, сөйлеу тілі аралас сипат алады және функционалдық сауаттылық әлсірейді. Бұл заманауи білім беру жүйесі үшін өзекті мәселе болып тұр. Осы мәселелердің себебі, бұл жағдайда бірнеше себебі бар. Бірінші себеп бізде қоғамдағы технологиялық серпіліс және ақпараттық кеңістіктің әсері, сосын әлеуметтік желілердің ықпалы, сосын неологизмдерді бастауыш сыныптарда жүйелі оқытудың болмауы себеп болып тұр. Яғни балалар жаңа сөздерді естіп қолданады, бірақ оларды саналы түрде меңгермейді. Енді осыдан шешім шығарсақ, бұл мәселені шешу үшін 3-ші сынып оқушыларына арналған қазақ тіліндегі неологизмдер элективті курсының бағдарламасы әзірледік. Курс туралы мәліметтер ұзақтығы аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Оқушының бұл курстың мақсаты оқушыларды қазіргі жаңа сөздермен жүйелі таныстыру және оларды дұрыс әрі орынды қолдануға үйрету болып саналады. Бұның жүзеге асу несі? Бағдарламаның неологизмдерді жан-жақты оқып үйренудің қамтамасыз ететін 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ол неологизмдерге кіріспе. Балалардың түсінігі пайда болады, пайда болу себептерін айқындайтын бірінші бөлімінде кіріспесінде басталады. Екінші ол күнделікті өмірдегі жаңа сөздер. Мысалы, интернеттен көреді олар, техникада жазылып тұрады жаңа сөздер, және спорт, тұрмыста да қолданатын жаңа сөздерді меңгеретін болады. Үшінші бөлімде шығармашылық неологизмдер, мәтіндер, өлең жазу, сөздер ойлап табу. Осы неологизмдерді қолданып балалар мәтіндер құрастырады, өлеңдер жазады және өздері сөздер ойлап тауып мәтіндеріне қосатын болады. Сосын қорытынды бізде менің жаңа сөздер сөздігім жобасын қорғау. Ол өздері жаңа сөз ойлап тауып, өз сөздігін толықтыратын болады. Ары қарай бағдарламаның ерекшелігі бұл рөлдік ойындар, коммуникативті дағдыларды дамыту және мәтіндерді талдау, сөздерді анықтау және түсіндіру. Сосын шығармашылық тапсырмалар беріледі. Бұл сабақтар барысында жаңа сөздерді іс жүзінде қолданады. Сосын ситуациялық тапсырмалар, сөздерді нақты контексттерде қолданады. Тапсырма үлгісі, мысалы оқушылар мәтіннен блогер, стрим, лайфхак, QR-код сөздерді тауып, олардың мағынасын түсіндіретін болады. Қазір осы сөздер көп кездесіп жатыр, бірақ балалар түсінбейді бұны. Бұл қандай мағына беретін. Содан кейін ол сөздерді мағынасын түсініп, олар өздерінің сабақтарында мәтін жазғанда қолданатын болады. Осылайша оқушылар түсініп барып тапсырмаларды орындайтын болады, талдайтын болады және қолданады және шығармашылықпен өзін дамытатын болады. Курстан оқушы не алады? Неологизмдерді түсіну, мағынасы мен шығу тегін білетін болады
және дұрыс қолдану, сөйлеу мен жазуда орынды қолданады және сөйлеуді дамыту. Диалогтар мен монологтарда еркін қолдана алатын болады. Және сөйлеу мәдениеті, тілдік нормаларды ұстанады. Ең бастысы оқушылар қазіргі замандағы сөздерді саналы түрде қолданады. Жаңағы барлығының мағынасын білетін болады. Енді қорытындылай келе, біздің заманымыз жаңа сөздер заманы болып келе жатыр. Егер біз балаларды жаңа сөздерден қорғауға тырыссақ, бұл мүмкін емес. Ол жаңа сөздерді біз оның түп төркінін түсіндіру керекпіз. Бірақ оларды дұрыс қолдануға үйретсек, бұл тиімді жол болады. Осылайша бағдарлама балалардың сөздік қорын дамытады және функционалдық сауаттылығын арттырады, заманауи ортада бейімдейді және ұлттық тіл мәдениетін сақтауға ықпал етеді. Қорытындылай келе, неологизмдерді жүйелі оқыту бұл заман талабына сай. Назарларыңызға рахмет. Осымен көп рахмет. Тақырыбы қазақтың ұлттық ойыны. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер, дауысым естіліп тұр ма? Көрініп тұр ма бәрі? Бүгінгі алған тақырыбым жобам қазақтың ұлттық ойыны, яғни тоғызқұмалақ ойыны. Оның ішінде 3-4 сынып оқушыларына арналған элективті курс. Бағдарламаның мақсаты қазақтың ұлттық ойынын жастарға тигізетін тәрбиелік мәнісі орасан зор және де дене тәрбиесінің баға жетпес құралы болып саналады. Дене тәрбиесі сабағында ұлттық ойындар бала денесін шынықтырады, рухани жағынан өсіреді, ой өрісін кеңейтеді. Міндеті: тоғызқұмалақ ойынының өміршеңдігін түсіндіру, оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ойынның жалпы ережесіне сипат беру, жүрістің дәлдігін шығаратын математикалық амалдарды қолдана білуге машықтандыру, оқушыларды ойын негіздерін сақтай отырып ойынға бейімдеу. Бұл жерде тоғызқұмалақ ойында пәнаралық байланысқа тарих және математика пәндерін кіргізіп отырмыз. Тоғызқұмалақтың жалпы шығу тарихы. Шығу тарихы археологиялық зерттеулерге сәйкес тоғызқұмалақ ойынының тамыры шамамен 4000 жыл бұрын шыққан екен. Ал қазақ жерінде бізге шыққан тарихы осыдан бір ғасыр бұрын шыққан. Әлемде кең таралған қазіргі кезде көптеген елдерде тоғызқұмалақ жақсы насихатталып жатыр. Мысалы, Қырғызстанда және Қытай мемлекеттерінде, Қарақалпақстанда ғылыми еңбектер шығуда осы тоғызқұмалақ ойыны туралы. Тоғызқұмалақ ойынының ережесі. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншы 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі, яғни әр ойыншыға 81 құмалақтан тиесілі және құмалақтан тиесілі. Жүріс жасау ерекшеліктері: жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп жүреді. Жүрісті кімнің жасайтыны жеребе арқылы немесе 2 ойыншының бір-біріне келісімі арқылы анықталады. Жүріс жасау үшін өз жағымыздағы отаулардың біреуін орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бірлетіп таратамыз, яғни сағат тілі бойынша емес, солдан оңға қарай. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың отауына таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса, яғни 2, 4, 6, 10, 12, тағы да сол сияқты 16, 18 деген сияқты тақ жұп болатын болса, онда сол құмалақтар ұтылып алынып өз қазандығымызға салынады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп, 3 құмалақтан басқа тақ қылса, өз отауымызға түссе, ол ұтылып алынбайды. Тоғызқұмалақта тұздық алу ережесі. Тұздық тоғызқұмалақ ойында құмалақтан басқа ойында 1 рет қарсыластың отауынан ұтып алуға болады. Оны ежелде тұзды үй, қазіргі тілде тұздық деп атайды. Тұздық алу үшін
жүріс жасаған кезде қарсыластың екі құмалағы бар отауына таратқан құмалақтың соңғысын түсіру керек. Сонда сол отауға қалыптасқан үш құмалақпен бірге отауда ұтып алынып, ойынның аяғына дейін ойыншының меншігіне айналады. Жүріс жасалған сайын тұздық алынған отауға түсетін бір құмалақ міндетті түрде ойыншының өз қазандығына түсіп отырады екен. Ақсырау ережесі. Ойын аяқталуына жақындаған сайын әр ойыншының отауларындағы құмалақ таусыла бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластардың жүріс мөлшері кеми береді. Сондықтан ойын соңына қарсыластардың бірінің отауларына жүріс жасай алмайтын жағдайда кездеседі. Ойыншылардың бірінің отауларындағы құмалақты бірінші тауысып алып, жүріссіз қалуы ол атсырау деп аталады. Атсырауға ұшыраған ойыншының қарсыласы бұл жағдайда қосымша жүріс жасап, барлық құмалақтарды өз қазандығына салып алады. Бұдан күтетін нәтиже яғни оқушыларды сынып арасында жарыс ұйымдастыру, жолдастық кездесулерге өткізу, турнирлер ұйымдастыру, оқушылар спартакиадасына қатысу, қалалық жарыстарға қатыстыру, облыстық жарыстарға қатысу ол мұғалімнің еңбегін бағалауға мүмкіндік береді. Жалпы осы жобаны қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығына жіберіп, сараптамалық кеңестің шешімі бойынша менің бағдарламамды оқу үрдісіне енгізу үшін мақұлданды. Назарларыңызға рахмет. Жалпылама 5 адам выступать ету керек болған, барлығы выступать етті. Жалпылама демонстрацияны өшіре саласыз ба, оны ағай? Сіздерде егер осы жаңағы выступать еткен мұғалімдерге сұрақтарыңыз немесе кері байланыс берем деген қатысып отырған қонақ ұстаздарымыз болса, ойларыңызды айтып кетсеңіздер болады. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен қысқаша бір ойымды айтып кетсем, жаңа апайлардың слайдтарын, жаңа нелерін бәрін тыңдап отырмын. Өзім дене шынықтыру пәні мұғалімі болғаннан кейін жаңағына Рахимғазы Ұлан деген әріптесімнің несін қарап отырмын. Өте керемет, слайды да, алған тақырыбы да қазақтың ұлттық ойыны, жаңа тоғызқұмалақты барынша қысқаша түсінікті етіп айтып кетті. Өте керемет, бәрі жақсы. Рахмет. Тағы өздерінің ойларын айтам дейтін ұстаздарымыз болса. Гүлнұр Рахымбекқызы, мен бір ауыз айтайын. Жалпы бүгін өздерінің авторлық бағдарламаларын қорғаған ұстаздарға үлкен рахмет айтқым келеді. Барлығының өзектілігі, мақсаттылығы бәрі тамаша екен, бәрін тыңдап отырмыз. Әріптестеріме сәттілік тілеймін. Рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет бүгінгі күнге қатысқандарыңызға, сау болыңыздар.